Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге мен Құлпынай. Әрине бүгін мен сіздерге қызықты тақырыпта келдім. Сіздерге ұнайтынына сенімім мол. Ол әрине шопинг тақырыбы. Қыздар болсын, жігіттер болсын, кім қай-қайсымыз болмаса да біз шопингті жақсы көретінімізді барлықтарыңыз білесіздер. Бүгін осы бейнежазбаны соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздер бейнежазба біте салысымен көшеге шығып шопинг жасап келе аласыздар. Яғни ешқандай аудармашының көмегінсіз ақ бір өздеріңіз барып шопинг жасай алатын ең қажетті сөздерді сіздерге айтатын боламын. Олай болса, әрине біз ең көп қажет ететін киімдердің аттарынан бастаймын, одан кейін әрі қарайда мөлшер, размер барлығын айтатын боламын. Әрине киім дегеніміз от, оны барлықтарыңыз білесіздер. От, киім. Әрі қарай қыздардыңкі чима дегеніміз юбка, пажи шалбар, памбажи шорты, тишерт футболка. Әрі қарайда әрине өте көп. Мысалға айтатын болсам, тағы да не бар? Яңбок, костюм шалбар, ханбок, корейлердің ұлттық киімін ханбок деп атайды. Яғни бок деген нәрсе жазулы болса, демек ол асты үстімен сет деген сөз. Оған ундонбок та жатады. Ундонбок деген спортивканың асты үстін айтады, Әрі қарай ундонбоктың қасында не жүреді бізде? Ундонха. Ундонха дегеніміз кроссовка. Ха деген қосылатын болса, онда шиллеха, ундонха, жаңха, жонтуха деп айта береміз. Яғни жаңа дегеніміз жаңбыр жауған кезде киетін қазақтардың резинка етігі бар ма? Соны айтса, жонтуха дегеніміз әскери адамдардың киетін етігін жонтуха деп те атайды. Олардан бөлек түрлі киімдер бар, олардың барлығын сіздерге Telegram каналына салып қоямын. Сол жерден киімдердің толық атауын нақты көре аласыздар. Ал мен сіздерге әрине барған кезде киіп көру деген нәрсені қалай айтады, сол жайында айтатын боламын. Жалпы қазақ тілінде біз кию дегенді тек қана кию деп айта саламыз, аяқ киімді кию дейміз, Ал корей тілінде киюдің үш түрі бар. Біріншісі ипта. Ипта дегеніміз кию деген сөз. Яғни мойыннан бастап тобыққа дейінгі киімдердің барлығын киіп көретін болсаңыз, ибойо, ибобадо тео деген сөз. Ипта деген етістікті қолданасыз, ол кию. Ал енді шинта. Шинта дегеніміз тек қана носки мен аяқ киімді киетін кезде киіп көруге бола ма, кисем бола ма деген кезде шинта дегенді қолданасыз. Аяқ киім сататын дүкенге барып алып, мынаны киіп көрсем бола ма деп ибобадо тео деп айтсаңыздар, ол әрине үлкен қате. Аяқ киім сататын жерге барып өздеріңізге кроссовка немесе туфли алатын болсаңыздар, онда шинобадо тео деп сұрайсыздар. Шинобадо тео, яғни ол аяқ киім мен носки де ғана. Ал сыда дегеніміз не? Ол әрине бас киім, очки немесе маска. Яғни бастан жоғары қарай бір нәрсені киіп көретін болсаңыздар, онда сыда, собадо тео деп айтасыздар. Ал мойыннан тобыққа дейінгі ибобадо тео. Тобықтан саусаққа дейін әрине шинобадо тео. Ұмытып кетпеңіздер. Сіздер киім сататын магазинге барып алып, иго шинобадо тео деп айтып тұрсаңыздар, ол үлкен қате екенін естен шығармасаңыздар екен деймін. Енді барлығын айттым. Киіп көруді білесіздер, ал біз оны магазиншіден қалай сұраймыз, размерлерімізді қалай айтамыз, осы жайында да сіздерге айтатын боламын. Біз үлкен, кіші, ұзын, қысқа дегенді қалай айтамыз? Кыда, үлкен, маған үлкен екен, ол 좀 커요, немесе 작다, қысқа. Сіз ұзынырақ көйлек қалап тұрсыз, ал сізге қысқасын алып келді. Немесе алғыңыз келмей тұрғанда, 좀 작아요 деген сияқты қысқа деп айтасыз. Килда дегеніміз ұзын, чальпта қысқа, яғни чакта дегеніміз кішкентай, размері кішкентайды чакта деп айтса, чальпта дегеніміз ұзындығы қысқаны чальпта деп атайды. Кыда, чакта, килда, чальпта. Осы төрт сөзді білсеңіз, онда сіз киіміңіздің болсын, аяқ киіміңіздің болсын мөлшерін, размерін толық айта аласыз. Одан бөлек пёнада. Киген кезде сізге өте ыңғайлы болатын болса, пёнада деп айта аласыз. Ал ыңғайсыз болса, пульпёнада деп айтуға да болады. Келесі, әрине, сіз егер сырт киімді өту, немесе жамба, өту деген пальто, жамба деген куртка, өту жамба сатып алған кезде қалың жұқасын айтқыңыз келсе, туккопта деген қалың, ялпта деген жұқа, яғни киімнің жұқалығын, қалыңдығында таңдап сатып ала аласыздар. Оны әрине өздеріңіз білесіздер. Енді біз магазинге барған кезде, дүкендерге барған кезде барлық сатушылар, ному 잘 어울리세요, 어떡해 деп келіп алдап сатады. Барлықтарыңыз білесіздер оны, Бізде де Қазақстанда да бар, Кореяда да бәрі бірдей, күшті жарасып тұр, әдем жарасып тұр, тура қиып қойған сіз деп тұрып алдайды ғой. Сол кездегі 잘 어울리다,
жарасып тұр, 잘 어울리다, 잘 안 어울리다, жараспайды. екеуінің 어울리다 деген сөзді білсеңіз, яғни ол жарасады, жараспайды деген сөз. Сізге кіре салып, сіз әлі киіп те көрген жоқсыз, "Ома, 어떻게 너무 잘 어울리세요" деп айтады кейбір магазиндер. Ол кезде сенбесеңіздер де болады деген сөз. 어울리다 деген жарасады, жараспайды деген сөз. 비싸다, 비싸다, қымбат. 싸다, сада дегеніміз арзан, 비싸다 дегеніміз қымбат. Кейбір жерлерде болады, мен ұнатқан киім, бірақ бағасы қымбат. 죄송한데 조금 비싸요. 바꿔주시면 안 돼요? түсіріп бересіз ба деген кезде. Мен көбінесе мен жасайтын тірлік ол, базарларға немесе бір дүкендерге барған кезде, егер ұнап тұрған зат болатын болса, қалтамда ақшам бар болса да міндетті түрде қай сөз айтамын? 좀 바꿔주시면 안 돼요? 조금만 바꿔주세요. постоянно өйстіп айтуға тырысамын көбінесе. Неге? Себебі кәріс халқында қазақтар сияқты түсіріп беріңізші саудаласу салты бар. Сол үшін сіздер осында жүрген кезде егер қолма-қол ақшамен сатып алатын болсаңыздар, онда саудаласа аласыздар. Ал картамен сатып алатын болсаңыздар, көп жағдайда саудаласпайды. Әрі қарай, 예쁘다, 이쁘다, әдемі деген кезде, немесе 멋지다, күшті жарасады, керемет, классно деген кезде 멋지다 сөзінде қолданады. Яғни, сіз киім алуға барған кезде магазинге, ол кезде сізге киім ұнап тұр, бірақ бағасы ұнап тұрған жоқ болса, 잘 안 어울리는 것 같아요, 좀 불편해요, 한 번만 구경하고 올게요 деген сияқты сөздермен шығып кетсеңіз болады. Ал егер ұнап тұрса, жаңағыдай, 이거 살 건데요, 현금 줘도 돼요? 아니면 현금으로 드릴 건데 좀 깎아주시면 안 돼요? деген сияқты осындай сөздерді айтып, саудаласып түсіріп алсаңыздар да болады деген сөз. Дүкеннің ішіне кірген кезде сіз қалаған нәрсеңізді айтасыз. 치마 주세요, болмасам 티셔츠 주세요, 보여주세요 деген кезде, 이거 어떠세요? деп сізге алып келеді. сондай жағдайда, 이거 이쁘긴 한데 좀 비싸요. болмасам 다른 디자인이 없어요? 다른 색상이 없어요? 사이즈 한 사이즈 큰 거 없어요? 한 사이즈 작은 거 없어요? деп сіздердің қалауларыңызды айта аласыздар. Сіздерге қандай мөлшер қажет, немесе қандай дизайнды қалайсыздар, соны айта аласыздар деген сөз. Үйге келіп қарасақ, біздің киіміміздің не замогы бұзылып қалған, кейбір болады ғой, бір нәрселер жұлып қалған. Сондай жағдайда қайтадан барып біз ол киімдерді ауыстырып алуымыз қажет, немесе қайтадан өткізуіміз қажет. Кореяда бір салт бар, біздің Қазақстанда да бар деп ойлаймын ондай нәрсе, яғни алған киімді үйге келгеннен кейін қайтадан апарып ауыстыру, немесе вообще өткізіп тастау. 이거 여기 얼룩이 있어서 그러는데요, 교환해 주세요. мына жерге бір нәрсе жабысып қалыпты, ауыстырып беріңізші. немесе 환불해 주세요. 환불해 주세요. 고장 났네요. 지퍼가 고장 났네요. 환불해 주세요. 난 замогы бұзылып қалыпты ғой, ақшамды қайтарып беріңіз. яғни 환불하다 дегеніміз, сіз товарды бересіз да, алған товарыңызды қайтарасыз да, ақшаңызды аласыз. заттай қайта алмайсыз, ақшаңызды қайтарып аласыз. ол 환불하다 деп атайды. Ал 교환 дегеніміз, ол сіз затыңызды бересіз де, қайтадан заттай айырбастап аласыз. немесе оны екінші тілде 바꿔주세요 деп айтады. 바꿔주세요. себептерін айтасыз да, 이거 바꿔주세요. 이거 바느질이 엉망이네요. 바꿔주세요. 집에 тігіскен киімнің тігістері болады ғой, аккуратно тігілмесе, 바느질이 엉망이에요, 바느질이 안 예뻐요 деп айта берсеңіз де болады. яғни, мен киімді ауыстырып беріңіз деген сияқты. бір қызық айтайын, кәрістердің әйелі ондайды өте көп жасайды. бір жерге барған кезде қымбат киімдер сатып алып, бір жерге киіп барады да, химчисткаға беріп қойып, мынау маған ұнамайды, ақшамды қайтарып беріңіз деп көп жасап жатады. Олай, егер киім ұнамаса, қой берші деп жүре бермей, ауыстырып алсаңыздар болады, окей? Қолма-қол ақша беріп алсаңыздар, онда арзанға түсіріп ала аласыздар дедім. Қолма-қол ақша дегенімізді 현금. 현금 дегеніміз қолма-қол, сіз өзіңіз беретін ақшаны 현금 деп атайды. Ал 카드. 카드 дегеніміз карталай төлейтін болсаңыз. төлеп болғаннан кейін сізге әрине 영수증 드릴까요 деп айтады. 영수증 дегеніміз чек. әрине сіздер супемен төлемейсіздер, супе деген чек болады, номері бар. ондай емес, просто 현금, 카드, 영수증. осы үш нәрсені біліп алсаңыздар, онда қиналмайсыздар деп ойлаймын. Ары қарай, 옷값, киімнің бағасы, 신발값, аяқ киімнің бағасы, 가방값, сөмкенің бағасы. яғни кап дегеніміз бағасы, ценасы деген сөз. 옷값, 신발값, 가방값, 가구값 кете береді. яғни кап деген сөзді ғана жаттап алсаңыздар болды. ол бір нәрсенің бағасы деген екенін біле аласыздар деген сөз. осылай дәл қазір мен сіздерге 옷값 деп айттым, 신발값 деп айттым, иә. ол сіз әрине өзіңіздің күнделікті қанша ақша құртқаныңызды жазатын кезде жазылғанымен, ал дүкендерге барған кезде 이 옷값이 얼마예요 деп сұрамайсыз. ол қате. 가격이 얼마예요.
그러니까 이거 가격이 얼마예요? немесе жай ғана 얼마예요? осылай сұрайсыз. 값이 얼마예요 деген ол кітаптың тілінде. Ал күнделікті өмірде мен қазір Кореяда жүргеніме 8 жыл болатыр ма? Біреуін көрген жоқпын 값이 얼마예요 деп сұраған. 가격이 얼마예요? немесе 이거 얼마예요? мына заттың атын білмейсіз, мына футболканың қандай футболка екенін білмейсіз, ондай жағдайда просто иго ольмайо киімді қолыңызға ұстаңыз ольмайо деп сұрасаңыз болады. Мынау қаншадан? Егер де сіз қолма-қол ақша берсеңіз, сізге сдача қайтару қажет болады. Сдачаны не деп сұрайды? Косырымтон. Косырымтон деген, яғни косырымтоньо деп айтса, оны тек қамаңыз, ол сіздің сдачаңызды қайтарып беріп жатыр деген сөз. Солай түсінсеңіз болады. Маңыздысы 현금, 카드, 영수증, 가격, косырымтон. Осыларды білсеңіз, сіз шопинг жасаған кезде қиналасыз деп ойламаймын. Шопингға кіріп көрдіңіздер де, футболка ұнап тұр, киіп көргілеріңіз келіп тұр, сіздердің размеріңізді білмейсіз, корейше размерді айта алмайсыз. Сондай жағдайда 사장님, 혹시 여기 티셔츠 입어봐도 돼요? 입어봐도 돼요? деп айтсаңыз, деп сұрайсыз. Бірақ көп жағдайда футболкаларды немесе ақ киімдерді Кореяда киіп көре алмайсыз. Өкініштісі, өйткені бетіңіздегі 화장품, косметика жұғады, болмайды деп айтады. көп. 아니요, 죄송한데요, 고객님. 흰 티셔츠는 입어보면 안 돼요. 입으면 안 돼요 деп сізге осылай жауап сөзді не деп жатыр деп қалмаңыз. ақ киімді киіп көре алмайсыз, кешіріңіз деп жатыр. Яғни футболкаларды жоғарыдан киетін киімдерді жай ғана көзбен, размермен сатып ала аласыз. Немесе бір қымбат жерлерге барсаңыз әрине киіп көруге болады. Ал футболканы білесіз, жаздың күні бағасы арзан болғандықтан оны кез келген жерде киіп көре алмайсыз, иә. Киімге 입어봐도 돼요, аяқ киімге 신어봐도 돼요. осы екеуін ұмытпасаңыз, онда сіз көре аласыз деген сөз. 어서 오세요, 무엇을 도와드릴까요? деп айтады. Қош келдіңіз, не көмектесейін сол кезде сіздер алатын алмайтын уже білмейсіздер, бірақ артынан жүрмесе екен деген жағдайда 안녕하세요, 저 구경할게요. 구경해도 돼요? 구경하겠습니다. 구경 деген аралаймын. осылай жауап берсеңіз артыңыздан жүрмейді. Ал десеңіз артыңыздан жүре, 이거 어떠세요 деп жүре береді. сол үшін 구경하겠습니다 деп айтсаңыз, не, 혹시 필요하신 거 있으면 말씀하세요 деп айтады. керек нәрсе болса айтыңыз. сондай кезде 이거 이 사이즈 이거 M 사이즈 있어요? S 사이즈 있어요? немесе 240 있어요 деп размерлеріңізді айтып сұрасаңыздар болады. әрине әрғай 색상, 색깔, яғни түсінде таңдай аласыз. немесе дизайн, 깔, түс, дизайн, 사이즈, размер. осыларды таңдап, сіз киім сатып ала аласыз. бүгінгі бейнежазбада әрине сіздерге грамматикаға дейін қосқым келген, бірақ грамматиканы қоссам ұзақ болып кетіп сіздер қарамай қояма деген мақсатта грамматиканы келесі сабақта міндетті түрде сіздерге грамматика үйретілетін болады. Дәл осы бейнежазбаны көргеннен кейін сіздер Кореяда кез келген жерге барып шопинг жасап көрсеңіздер екен деймін. егер де шопинг жасап көрген кезде осы мен айтқан сөздер сіздерге көмегін тигізсе, астына пікір жазуды қалдыруды ұмытпаңыздар. барлықтарыңыздың алла зейіндеріңізді ашсын, барлықтарыңызды жақсы көремін. сау болыңыздар.